Сәлем достар, ағылшын тілінде инфинитив және герунди деп аталатын екі үлкен тақырып бар. Бүгінгі видеода біз сіздермен инфинитив тақырыбын қарастыратын боламыз. Инфинитив ол етістіктің бастапқы формасы. Яғни етістік ешқандай жалғаусыз және жұрнақсыз ең бірінші формасы. Ағылшын тілінде ол to сөзі арқылы жасалады. Мысалы, to learn, to study, to work, to live, to read, тағы басқалары. Инфинитив барлық тілдерде де бар. Қазақ тілінде ол тұйық етістік деп аталады және у жұрнағы арқылы жасалады. Мысалы, ойнау, оқу, күлу, жазу, тағы басқалары. Орыс тіліндегі инфинитив те жұрнағы арқылы жасалады. Играть, спать, писать, читать, тағы басқалары. Қазір біз сіздермен ағылшын тіліндегі инфинитивтің қолданылуының 4 түрлі жолын қарастырамыз. Сонымен бірінші инфинитив қолданылады кейбір етістіктерден кейін. Ағылшын тілінде бір етістіктен кейін екінші етістік орналасатын болса, онда екінші етістіктің формасы не герунди, не инфинитив болуы қажет. Екінші етістіктің формасы ол бірінші тұрған етістікке байланысты. Соған байланысты ағылшын тілінде екі түрлі тізім бар. Бірінші тізім ол өзінен кейін тек инфинитивті қажет ететін етістіктер, ал екінші тізім өзінен кейін герундиді қажет ететін етістіктер. Қазір экранда сіздер өзінен кейін инфинитивті қажет ететін етістіктер тізімін көріп отырсыздар. Мұндағы agree келісу, decide шешу, expect күту, forget ұмыту, help көмектесу, hope үміттену, learn үйрену, need қажетсіну, керек ету, offer ұсыну, plan жоспарлау, pretend түр таныту, promise уәде беру, refuse бас тарту, remember еске түсіру, еске сақтау, same көріну немесе солай болып көріну, try тырысу, want қалау, would like қалау. Енді осы етістіктердің бір екшеуімен мысал келтіріп көрейік. Ол жаңа жұмыс іздеймін деп шешті. Іздеу етістік, шешті ол да етістік. He decided to look for a new job. Decide шешу етістік, look for ол да етістік, фразалық етістік мұнда. Decided to look for. Маған дүкенге бару керек. I need to go to the shop. Келесі мысал, ол жаңа көлік сатып алғысы келеді. He wants to buy a new car. Бірінші етістік мұнда формасын өзгертіп тұр. Wants. Себебі he болғандықтан. Әртүрлі уақыттарда present simple, present continuous, past simple болмасын, тек бірінші етістік қана формасын өзгертеді. Ал екінші етістік infinitive формасында қала береді. Мен уақытылы келемін деп уәде ете алмаймын. I can't promise to be on time. Promise уәде ету, to be болу. Сонымен бұл инфинитивтің бірінші қолданысы. Мұнда етістіктердің тізімін міндетті түрде жаттап алу қажет. Екінші қолданысы инфинитив сын есімдерден кейін қолданылады. Мысалы, мұны түсінуге өте оңай. It's easy to understand. Easy сын есім. Understand етістіктің бастапқы формасы. Easy to understand. Мен осында қайта болғаныма қуаныштымын. I'm very happy to be here again. Қазір болымсыз сөйлем қарастырып көрейік. Кешікпей келу маңызды. It's important not to be late. Not сөзі to сөзінің алдына келеді. Енді сұраулы сөйлем қарастырып көрейік. Жапон тілін үйрену қиын ба? Is it difficult to learn Japanese? Difficult to learn. Менің пәтерімді табу оңай. My flat is easy to find. Easy to find. Инфинитивтің үшінші қолданысы ол сұраулы сөздерден кейін. Сұраулы сөздерге what, where, when тағы басқалар жатады. Мысал, ол қайда барарын білмейді, не істерін де білмейді. He doesn't know where to go and what to do. Мен не айтарымды білмей тұрмын. I don't know what to say. Инфинитивтің соңғы қолданысы ол сөйлемдегі белгілі бір іс-әрекеттің орындалу мақсатын, яғни сол іс-әрекет неліктен орындалғандығын көрсету үшін қолданылады. Мысалы, ол жаңа пәтер сатып алу үшін ақша жинап жүр. Яғни үшін деген сөзді білдіреді. Орысша айтқанда чтобы. He is saving money to buy a new flat. To buy a new flat. Сатып алу үшін. Ол кешке жаңа адамдармен танысу үшін барды. He went to the party to meet new people. To meet танысу үшін. Сонымен бүгін біз сіздермен ағылшын тіліндегі инфинитивті қолданылудың 4 түрлі жолын қарастырып өттік. Бүгінгі видеоның сабақтан алған білімді бекіту үшін әрбір қолданысына жаңа сөйлемнен құрастырып көріңіз.
және міндетті түрде өзінен кейін инфинитив формасын қажет ететін етістіктердің тізімін жаттап алу керек. Келесі видео сабақта біз сіздермен герунди тақырыбын қарастыратын боламыз. Бүгінгі видео сабақ сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Келесі кездескенше, бай!